Баршаңызға сәлем. Бүгін біз тақия тігетін боламыз. Тақиямыздың үстін және ішкі жағын барлығын қырқып дайындап қойдым. Паутинка қойып, фетрді жабыстырып, барлығы дайын. Тақиямыз 57 размерге тігіледі. Ол үшін полоскамыздың ұзындығын 58 см етіп аламыз, ені 6 см. 57 см бастың размері, ал 1 см ол жарты-жартыдан тігуге кететін болады. Сонымен тігуді бастадық. Мен осылай сырып тіккенді жақсы көремін. Сізге ұнамаса сырып тікпей-ақ қойсаңыз болады, әрине. Осылай толығымен сырып тігіп аламын. Сосын домалағын қоса жалғай отырып тігіп шығамын. Енді бір қарап шығайық. Барлығы дұрыс шыққан шықпаған бір осылай тексеріп аламыз. Өте әдемі шықты. Дәл солай астарын тігетін боламыз. Астарымыздың да өлшемі тура тақиямыздың көк матасы қалай өлшенсе, астарда сондай өлшемде болуы керек. Осылай тігіп алдық. Кішкене артылған жерлер болса, қырқып алып тастаймыз. Және осылай жалғаймыз. Ұштарына туралап, осылай қойып, машинкаменен зыр еткізіп тігіп аламыз. Дәл өз тәсілмен астарында тігіп аламыз. Мінекей бізде тақиямыз почти дайын болып қалды. Енді оң жағына қарата отырып ішіне саламыз. Және екеуінің де тігілген, қосылған жерінен бастап осылай тігіп өтеміз. Тақиямыз дайын. Астарында осылай көрініп тұрғанын ұнататындарға осылай қалдырып тігіп өтуге болады. Немесе қайыра отырып 2 мм тастап тігіп өтеміз. Мінекей тақиямыз дайын. Енді тек әшекейлеу қалды. Әшекейге біз күміс түстен салатын болдық. Оның ортасын табу үшін осылай тігілген жерінің дәл ортасын тауып, келесі бетін осылай қолмен сызып алсаңыз көрінетін болады. Осылай әдемілеп білдірмей, ішінен де сыртынан да көрінбейтін тігіспен тігіп алдым. Шынжырды тігіп жалғап шықтық. Мінекей бізде тақия дайын. Сізге ұнаған болса лайк басыңыз, тіркеліңіз, досыңызбен бөлісе өтіңіз.